Ассаламу алейкум достар. Бүгінгі түскі асымызға балая менімен бірге сливичный суп әзірлейік. Ең алдымен тауықтың төс етін алып, оны жақсылап майлап, үстіне әртүрлі дәмдеуіштерімізді, тұзымызды сеуіп, тұздап аламыз. Және де сепкен дәмдеуіштеріміз бен тұзымыз жақсылап сіңу үшін тауықтың екі бетінде алып, жақсылап қолымызбен сықылап жағып аламыз. Әбден қуырылып қызарған тауығымызды табамыздан алып, одан қалған майға пиязымызды, тәтті бұршымызды салып қуырамыз. Және де кішкенеден соң қызылша мен сарымсақты да қосып, жақсылап қуырып аламыз. Қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып, қақпағын жауып, жай отта пісіреміз. Қызарып қуырылған тауығымызды және де макаронымызды үстінен салып, араластырып, тағы да пісіруге қоямыз. Пісуге жақындап қалған кезде үстінен сливкімізді қойып, отымыздың астын өшіреміз. Дәмі тіл үйрер, әрі өте тез дайын болатын сорпамыз дайын. Ұсынар кезде өзіңіз сүйіп жейтін көк шөптерді салып ұсынсаңыз болады. Мен де укроп және көк пиязды салдым. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз.